1 армысыздар, құрметті тікелей эфирге келушілер. Жалпы сіздерге мен осы ОБТ-ға бір қадам атты Zerek Education'ның жұмысын бастамақшымын. Мен сіздерге жеңілден ауырға қарай өтуге қадам жасауға мүмкіндік жасаймын. Яғни сіздермен бірге жеңіл есептер 7 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейінгі есептерді біз бірге қайталайтын боламыз. Олай болса, құрметті Zerek Education'ның құрметті көрермендері, онда біз бүгін жалпы ОБТ емес күнделікті өмірдегі 7, 8, 9, 11 сынып оқушыларының қарауына да болады. Өйткені біз бұл арада төменнен сыныптардан бастап үйрететін боламыз. Олай болса, бірінші 7 сынып. Бізде 7 сыныптың негізгі ұғымдары ол 7 формула. Осы 7 формуладан басталады. 7 формула жайлы айтатын болсақ, 7 формула, оның бірінші формуласы А минус В-ның А плюс В тең болады А квадрат минус В квадрат. Жалпы бұл 7 мөлшерін бастамас бұрын біз көпшілік деген ұғымға келеміз. Көпшілік дегеніміз не? Яғни өрнекті көп мүше дегеніміз жаңағы мысалы AX немесе X квадрат, 3X, 3XY осылардың бәрі бізде көп мүше болып саналады. Енді осыған байланысты бізде 7 формуланың есептері бар. Бірінші формула бойынша бұл А минус В А квадрат минус В квадрат тең болады А минус В А плюс В. Енді бұл арадағы біздегі А-мыз бірінші сан, В-мыз екінші сан. Яғни екінші сан. Яғни бірінші санның мен екінші санның айырмасы көбейтілген бірінші сан мен екінші санның қосындысы. Біздің формуламыз осындай екен. Олай болса, мысалға есептер X, Y болып қойып, X квадрат азайтылған Y квадрат. Олай болатын болсанда бізде X минус Y, X плюс Y болады. Осы сияқты. Енді біз математика 3-12 сыныптарға арналған 12 есеп плюс ОБТ, ХТЛ, РФ, НИШ соларға арналған есептерден есептер шығарады. Бастау несіні. Бірінші есеп қысқаша көйдік. Бұларны нешінерге 3380 есеп. Бұлар әділейді. М квадрат минус 1 тең болады. М квадрат. Мұндағы біз
бірдің квадраты 1 екенін бұрыннан білеміз. Олай болатын болса, бізде мынаның үстіне не қоямыз? Квадрат қоямыз. Сол кезде формула бойынша бірінші мүшелінің айырмасы екінші мүшесі шақшада екеуінің қосындысы болады. Олай болатын болса, 3386 f квадрат минус 400. Осындай есеп екен. Енді қараңыздар, бұл арада 400 бізде белгілі 4. Олай болатын болса, біз былай ойлауымыз керек. 400 4 пен 100-дің квадраты. 4 пен 100-дің көбейтіндісі. 4 деп отырғанымыз ненің квадраты? 2-нің квадраты. 100 деп отырғанымыз 10-ның квадраты. Олай болатын болса, онда мынау былай деген сөз ғой. P квадрат минус 20 деген сөз. 2 10-ды көбейтсеңіздер 20-ның несі болады? Квадраты болады. Онда P минус 20 P плюс 20 болады. Келесі. Енді ақырындап есептерді қиындата берейік. Мынандай есеп. 3393 есеп. Y квадрат минус 0,09 дейді. Тең болады. Енді 0,09 дегеніміз 0,10 көбейтілген 9. Онда 0,1 деп отырғанымыз, ол бізде 0,1-дің квадраты 9 деп отырғанымыз 3-дің квадраты. Екеуін көбейтсеңіз не болады? 0,3 болады. Сонда мынау y квадрат минус 0,3-дің квадраты болады. Сонда y минус 0,3, y плюс 0,3. Жалпы, бізде мынандай көп жағдайда біз қате жібереміз. Қалай қате жібереміз? Бұлай жасауға әуеспіз, көп адамдар. Бұл негізі математика тілінде грамматикалық қате болып саналады. Неге? Өйткені квадрат тек 3-дің квадраты болып табылады. Егер 0,3-дің квадраты деп жазамын десеңіздер, онда біз 0,3-дің квадратын осылай жазуымыз керек. Келесі оңай есеп екен. С квадрат минус y квадрат дейді. Тең болады дейді. Енді жаңағы формула бірінші екеуінің айырмасы, сосын с плюс y. Енді кей жағдайда екеуінің орны ауысып кетеді жатады. С плюс y, с минус y болады. Разница жоқ бәрі. Енді сосын келесі бізде былай дейді. 16 минус b квадрат. 16 минус b квадрат деп отырғанымыз 16 деп отырғанымыз бізде ненің квадраты? 4-дің квадраты. 4-дің квадраты азайтылған b-ның квадраты. Сонда 4 минус b, 4 плюс b. Осындай жеңіл тақырып бұл. Сосын келесі бір есеп. 100 азайтылған квадрат. Енді 100 деп отырғанымыз біз 10-ға көбейтсек 100 шығады. Демек 10-ның квадраты 10-ның квадраты минус x-тің квадраты. Бірінші санның азайтындысы, яғни 10 минус x, 10 плюс x. Осындай екен жалпы бүгінгі қарастырып отқан тақырыбымыз. Енді біз мынандай есептер шығарайық. Санға байланысты. 47-ның квадраты, бұл бізде 3409 есеп. 47-ның квадраты азайтылған 37-ның квадраты.
Енді біз мұны квадраттап барға азайтсақ та мәні шығады. Мысалы 47 көбейтілген 47 десек. 7 49, 9 түсіп 4 ойда, 4 7 28, 4 қосасың 32. 4 7 28, 8 түсіп 2 ойда, 16, 18. Сонда 9, 10, 0 түсіп 1 ойда, 11, 12, 2 болады. Сонда ол 2209 екен. 47 квадраты. Енді 37 есептейік. Біз қарапайым жолмен алдын бірінші есептеуді көрсетейік. 37 көбейтілген 37. 37-ні 7 7 49, 9 түсіп 4 ойда. 3 7 21, ойдағымен 25. 3 7 21 бір түсіп 2 ойда. 3 9, 11 болады. Сонда 5, 9, 6, 3, 1. Сонда 169. Енді 2209-дан біз шығаратын болсақ, азайтамыз, мұны 309 болып тұр. Егер формулаға салмасақ, 0, 0, не жерде 1 кетеді, 9 болады. Сонда 9 шығады екен. Енді біз бұны қалай тез шығарып алуға болады? Оны біз былай шығарып алуымызға болады. 3000 мен жерде 69 екен, 109 деп жазып жіберіппін, кешіріңіздер. 1369. Бәсе бір нәрсе дұрыс емес. 9-ын 0, мен жерде 1 келеді. 10-нан алтын азайсам 4. 11, 11-ден 3-ті азайсам 8. 840. Енді біз бұны осы формуламен есептеп көрейік. Біріншісінің азайтындысы 47 азайтылған 37. Екіншісінің қосындысы 37 қосылған 47. Екеуінің орналасса да бәрібір не жоқ, не болғаннан кейін, қосынды болғаннан кейін. Азайтсаңыздар 10 болады. 37-ге қосасыздар 47. 7-ге 7-ні қосасыз 14, 4 түсіп 1 ойда, 7 ойдағымен 8. Сонда көбейтілген 84, сонда 840. Бұнда есептер келген кезде біз ұбт-да болсын жайлы, мейлі бұнда есептер неде келуі мүмкін, математикалық сауаттылықта уақыт жоғалтпай осы формуланы білсеңіздер тез шығаруға болады. Сосын келесі мынандай өрнектерге қарастырайық. 16 с квадрат, т квадрат, минус 9 а квадрат. 3403. Бұл арада бізде әр үшеу көп жағдайда балалар қателесіп қалуы мүмкін. Мысалы 1, 2, 3. Енді саннан екеу бар. Енді біз мына екі санның қандай санның квадраты екенімізді білуіміз керек. Бұл қандай екі санның квадраты? Бұл 16 дегеніміз 4-тікі, 9 дегеніміз 3-тікі. Олай болса, біз былай жазып алайық. 4, мына екеуінің квадратын сыртына ереже бойынша шығарып жіберуге болады. Алдымен былай жазып алайық, өзімізге түсінікті болу үшін. 4-ның квадраты с квадрат, т квадрат азайтылған 3-ның квадраты а квадрат. Бұлай болса, мына жерде ортақ д-ны квадрат жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. 4 с д-ның квадраты азайтылған 3а-ның квадраты болады. Бұлай болса, енді бізде белгілі 4 с д азайтылған 3а, 4 с д қосылған 3а. Яғни
осылай есеп шығаруға болады екен. Мынандай бір есеп беріліпті. 3427. 3427. Есеп 28-дің квадраты азайтылған 17-дің квадраты, 72-дің квадраты азайтылған 6-ның квадраты. Енді біз жаңа формуламен жіктеп аламыз. 28 азайтылған 17, 28 қосылған 17. Мынаны солай жіктеп аламыз. 72 азайтылған 16, 72 қосылған 16. Енді 28-ден тең болады. 28-ден 17-ні алсақ 11. Жерде көбейтілген қоссаңыздар 15, 5 түсіп бір ой, 33, 45. Мынадан азайтсаңыздар 56. Көбейтілген мынаға қоссаңыздар 88. Олай болса, бізде 88 бен 11 қысқарады. Мынарада 8 қалады, жерде 7-8 56. Сонда 56-ның үстінде 45 қалады. Астында 56-ны көбейтеміз 8-ге, 8 48 түсіп тұрдайда 44. 448. Енді біз мынарада белгілі бір санға қысқартылмаймыз, өйткені мынара 5 пен аяқталып тұр. Біздің 45-дің бөлгіштері 9 және 5. Енді бұларда біз автомат түрде 5-ке бөле алмаймыз. Неге? Өйткені мына жер 5-ке бөлу үшін 0-мен немесе 5-пен аяқталуы керек. Онда 448 бөліп көреміз 9-ға. Қысқара екен тексересіздер. 448-ді бөлеміз 9-ға. 5-тен берсеңіз асып кетеді. 4-тен бересіз. 4 9 36 88 қалады, 88 болады. Жүре 9 арғай 9-ді берсеңіз 81 7 қалды. Значит, бұл бөлінбейді. Сонда есептің жауабы бізде болып тұр 448-ден 45. Осылай шығаруға болады екен. Келесі. 10-дық бөлшектер екен. 39,5 азайтылған 3,5. 5-тің квадраты. Жерде тоже бізде квадрат. Енді есепте дұрыс жазылыпты. 57,5-тің квадраты азайтылған 14,5-тің квадраты. Енді жаңағындай формулаға жіктейміз. 39,5 азайтылған 3,5. 39,5 қосылған 3,5. Не жерде 57,5 азайтылған 14,5. Қосылған 57,5 қосылған 14,5. Тең болады. Не жерде азайтсаңыздар 0 6 36 бар екен азайтсаңыздар. Көбейтілген 2 қосаңыздар 1 ойда 12 ойда 13 4 43 болады екен 2 қосыңыз. Не жерде азайтсақ 0 3 4 болады. 5 1 3 не жерде екеуін қоссаңыздар 10 түсіп бір ойда 11 12 түсіп бір ойда 6 7 72 екен.
72 екен. Осы 10 түсіп бір ойда 14, 11 ойдағымен 2 түсіп бір ойда 6 ойдағымен 7. Енді 43 пен 43 бізді қысқарады, 36 мен 72 қысқарады. 36 қысқарды мұнда 1, мұнда 2 болады. Сонда жауап бізде 2-ден 1 екен. Жалпы қарапайым тақырып. Енді соған қатысты тағы бір есептер қысқартуға арналған есептер қарастырып бірге. Олай болса, скановидің екі есептін қарастырайық. Скановида мынандай есеп бар екен. Бәрін сөйлеуге шығарып көрейік. 7 минус 4 түбір асты 3. 3 түбір асты 26 минус 15 түбір асты 3. Осындай есеп бар екен. Енді біз астындағы 3 түбір асты 26 минус 15 түбір асты 3. Енді біз осыны формуласына шектеуіміз керек. Ол бізде кубтың формуласына шектеуіміз керек. 3 а минус 10 кубы тең болады а куб минус 3а квадрат б азайтылған 3а в квадрат минус б куб болады. Олай болатын болса, бізде мен арадағы 3, сондықтан біздің неміз 3-ке не етіп тұр. 3, 1. Олай болатын болса, енді бізде нені ойластырайық. 26 дегеніміз бізде 27 3-ті квадрат. 27 3-ті кубы. Бізде онда 8 жерде 2-ның квадрат куб. Онда 8-ге келтірейік. Азайтылған 15 түбір асты 3 дегеніміз 12 түбір асты 3 қосылған 3 түбір асты 3 қой. Енді біздің формула бойынша екеуде минус болады. Демек біздің соңғы санымыз 3 болып тұр. Өйткені 3-пен аяқталып тұр ғой мына. Олай болатын болса, аны қояйық. 12 түбір асты 3. Қосылған. Біз 2-ні алдық. 3 көбейтілген. 2 көбейтілген түбір асты 3-дің квадраты. 3-дің 2 шығарды алдыға. 9-ға 2-ні қоссаңыз 18. Азайтылған түбір асты 3-дің куб. Ол деп отырғанымыз бізде береді. Нені береді бізде? Уже келді. 3 түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3-дің кубына келді. Ол деп отырғанымыз бізде 2 минус түбір асты 3. Енді
қасындағы есеп жазуды қайталамыз. Енді 7 минус түбір асты 3. 4 түбір асты 3. Енді қараңыздар, 4 дегеніміз 2 көбейтілген 2, түбір асты 3. Формулада 2 бар, оны қарастырмаймыз. 2-нің квадраты қанша? 4, түбір асты квадраты. 7 деп отырғанымыз 3 қосу 4. Бұл айтымыз есебі уже түсінікті болып тұр. 3 қосу 4 қосу 2 көбейту 2 көбейту түбір асты 3. Отасы минус болады, минус қой, меже минус болады. Олай болатын болса, уже бізге белгілі 2 минус түбір асты 3-тің квадраты. Біз бастапқы есепті жазып алайық. 7 минус 4 түбір асты 3. Астында бізде 3 түбір асты 26 минус 15 түбір асты 3. Тең болады. Біз жаңынан шектедік. 2 минус түбір асты 3-тің квадраты. Асты бізде 2 минус түбір асты 3 қалды. Сонда мына мен квадрат қысқарып кетеді. Сонда 2 минус түбір асты 3 қалады екен. Жеңіл есеп қарап керек. Уақыт 26-27 минут. Бүгіндікке жеткілікті. Біз бүгінге қайталадық. А квадрат минус В квадратты қайталадық. А минус В, А плюс В екенін білдік. Олай болатын болса, жалпы сіздерді алдағы уақытта ұбт тапсыратын қауым сіздерді бір ұбт-ға ұбт-ға бір қадам атта кішігірім курсымызға қош келдік. Бізде ұбт-ға дейін сіздермен алдағы уақытта есептер шығарамыз. Күнделікті осылай қарастырып отыратын боламыз. Бүгінгі сабақтар жалпы алдағы уақытта ертерек кіруге тырысамыз, егер қолдап жатсаңыздар. Сондықтан лайк басып, тіркеліп, бөлісуді ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, құрметті осы менің неме қараушы қауым және де басқаларыңыз міндетті түрде қарап не істеңіздер екен дейміз. Сау болыңыздар.